Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Мен бүгін сіздерге ши бауырсақтың рецептісін көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Тағы да венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Енді тұзымызды, қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Еліктің ішіндегі ұнға ас содасын салып, еліктен өткізіп, ең бірінші қасықпен, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын, енді 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін астына ұн себеге отырып, үстінен осылай қамырдың үстінен басып шығатын боламыз. Және қамырды осындай ұзынша бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлікті осындай ұзынша етіп, дөңгелетіп аламыз. Және де осындай ұсақ-ұсақ бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Міне бізде осындай бөліктер шығады. Барлығын осылай кесіп алдық. Осы уақытта бізде май қызып тұру керек. Енді қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып, үнемі араластырып отыру арқылы пісіріп алатын боламыз. Яғни біздің бауырсақтарымыздың барлық жері бірдей болып шығу үшін мінеки осындай әп-әдемі болып шығады. Міне біздің ши бауырсақтарымыз дайын. Үйде балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте қызығып, сүйіп жейтін болады. Және де қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып саналады. Сіздермен осындай ерекше рецепттермен алдағы уақытта да бөлісетін боламын. Сондықтан менің каналымнан ажырамаңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.